Қалай алдарыңызда 1444 жылғы әлемнің картасы. Қараңыздаршы. Мәскеу, Қазан хандығы, Ноғай ордасы, Өзбек хандығы немесе Әбілқайыр хан мемлекеті. Үлкен орда, яғни Алтын орданың мұрагері. Бұл 1444 жылғы әлемнің картасы. Қазір Мәскеудің қалай күшейгенін қараңыздар. Бұл уақыттары Мәскеу 1444 жылдары Мәскеу әлі де Алтын орданың ықпалынан құтыла қойған жоқ. Өйткені Қазан, Қырым, Үлкен орда, мына жақта Литва, Мәскеуді үнемі уысынан шығармауға тырысып отырды. Мәскеудің бүгінгі Ресейдің тәуелсіз тарихы 1480 жылғы Угра өзеніндегі тұрыс деп аталатын үлкен оқиғадан кейін басталды. 1480 жыл. Ал 1480 жылы білесіздер, қазақтар өзінің үшінші ханын сайлап жатты. Қараңыздар, қазір 1480-ге қоямын. 1484 мың. Мәскеу қазақ хандығы. Қазақ хандығы өзінің үшінші ханын сайлап жатқан кезде, үшінші хан билік құрып жатқан кездері ғана тәуелсіздік алды Мәскеу. Яғни түбегейлі Алтын орданың ықпалынан құтылды деп айтуымызға болады. Мәскеудің қалай күшейіп жатқан қараңыздаршы. 1494 мынау. Мына қараңыздар, 1504. Мәскеу емес, енді Ресей. Яғни Ресей империясына айнала бастады. 1504, 1514, 1524, 1534, 1544 Иван Грозныйдың билік ете бастауы және Қазан қазір жоқ болып кетті, көрдіңіздер. Жоқ, Қазан. Кішкентай ғана жұрнаған Қазан хандығы 1554. Қазір Астраханда жоғалып кетеді. Астраханда жоқ. 1564, 1574. Қазір Сібірде жоқ болып кетеді. Үлкен Сібір мемлекеті. 1584. Сібірде жоқ. Бұл біздің қазақ хандығында Шығай ханның билік құрып тұрған тұстары шамамен, Тәуекел, Шығай хандардың тұсы. Шығай хан 2 жылға жуық билік құрды дейді. Әрине ол тұстары қазақ елінде неше түрлі сұлтандар билік құрды. Шығайға көбісі бағынды деп айтқанымен, Шығайдың өзі Бұхар ханнан көмек сұрап, сол Бұхар ханның ықпалында болды. Кейіннен Тәуекел билікке келгеннен кейін, осы Бұхар хандығына қарсы тұрып, тіпті Бұхар хандығының Самарқан және басқа да осы аймақтағы қалаларын жаулап алып, Бұхардың өзіне қауіп төндірді Тәуекел ханның тұсында. 1594, қараңыздар, Ресейдің қалай күшейіп бара жатқанын. 1604, Сібір жоқ. Көріп отырсыздар, Ресей үшін Тынық мұхитқа қарай кедергі қалмады деп айтуымызға болады. Енді алға 100 жыл жылжытайын, 1704 жылға қоям. Мына қараңыздар. Мына жақта біз Жайықтан, Еділден айырылып қалдық. Еділ бойындағы ноғайлар жоқ. Біз мына жақта көріп отырсыздар, бүгінгі Атырау. Ол кездері кіші жүздің жері. Мына Гурьев дейтін қамалды салып үлгерді. Гурьев қамалын салды. Осылайша қазақ халқын Ресей империясы солтүстіктен де, батыстан да қаптаған бекіністерін салып, отарлап жатқан дәуірі болатын. Бұл шамамен мына қазақ хандығының өте бір қиын кезеңдерінің басталғанын көрсетті. Тәуке ханның тұсы деп айтқанымызбен, қазақ хандығында дүрбелең жылдардың басталып келе жатқанын көрсетті. Өйткені жоңғарлар қазір күшейе бастайды. Қараңыздаршы, 1714-ке қоямын, мына қараңыздар. 1724. Мына қараңыздар. Жоңғарлар біздің сыр бойындағы қалаларымызды жаулап алған. Қараңыздаршы, 1724.
мына Сайрам, Түркістан сияқты қалалар жоңғарлардың ықпалына өтіп кеткен болатын. Қараңыздар, жоңғарлар. Сығанақ, Түркістан, Созақ, Шымкент, Қызылқұм аймағы, Атакент, Шымкент, Ташкент, Тараз, мына Жетісу жерлері жоңғарлардың бақылауына өтіп кеткен. Мына жақта Ресей, мына жақта жоңғарлар, мына жақта Орта Азия хандықтары қазақ даласын талан-таражға салып жатқан кездер. Тәуке хан өмірден өткен, 300-дің өкілдері өз алдарына хан сайлауға, сонымен қатар өз алдарына билік етуге ұмтылып жатқан кездер. Мына жақта Әбілқайыр, Орта жүз, Ұлы жүз жерінің көпшілігі жоңғарлардың бақылауында. Бұл қазақ хандығында білесіздер, тарихтан Ақтабан шұбырында Алқакөл сұлама дейтін заман ретінде тарихта қалды. Қазақ халқының қаншамасы босқындап Орта Азия хандықтарына қарай көшіп кетті. Кейбіреу Ресейдің солтүстіктегі бекіністеріне қарай көшті, жан сауғалап. Осындай тұстары қазақ хандығында дүрбелеңді айналасындағы халықтар пайдаланды. Кейіннен мына сыр бойындағы қалаларды қазір кері қайтарып алады. Жаулап алады қазақтар қайтадан өзіне. Қараңыздар, 1734-ке қоямын. Қараңыздар, жоңғарлардан қайтарып алды. Бірақ жағдай түзеліп кетті деп айта алмаймыз. 1734-1744 жоңғарлар қайта күшейді, қалдан серен. Ал 1754 енді қараңыздар, 55 жоңғар дейтін мемлекет жер бетінен жойылып кетті. Шамамен 600 мыңнан астам халқы бар жоңғар дейтін халықтың шамамен 70-80% қырылып қалды. Өйткені Цин империясы жоңғарларды тұтастай ерлік жойып жіберуге тырысты. Осылайша бүгіндері Шыңжаң ұйғыр автономиялы аймағы саналатын мына аймақта Синьцзян немесе Шыңжаң деп аталатын жаңа аймақ құрылды. Оған Қытай әкімдері билік басына келінді. Осылайша Қытайлардың бұл аймақта билігі басталды. Ал қазақтар екі алып империяның ортасында қалды. Көріп отырсыздар.